Ең бірінші жаңа айтып өткендей, егер таңертең адам ұйқыдан тұра сала аш қарынға кофе немесе тәтті сусын, тәтті тоқаш жейтін болса, қанның құрамында қант бірден көтеріледі де, бір сағаттан кейін инсулин гормоны оны қайта қалпына келтіреді. Осы кезде шаршағыш, энергияның болмауы, бір ұйқы басу сияқты кейде тіпті ашуланшақтыққа әкеледі. Яғни сапалы тамақ ол күндіз сізді энергиямен қамтамасыз етеді. Екінші, енді стресстің деңгейі, бұл күнделікті тұрақты түрде болатын стресс ұзақ болса, біздің әйел және ер адамдарда болатын эстроген, прогестерон, тестостерон сияқты біздің гормондарымызды төмендетіп, бұл да біздің ұйқының сапасына келеді. Яғни айтады, стресс болғанда түнімен адамдар ұйықтамадым, көз ілмедім деген. Бұл жағдайда түнімен ұйықтамаған адамда не болады? Таңертеңгі уақытта әрине ол адам шаршап, энергиясы жоқ болып оянады. Әрине. Енді тағы да бір осы энергияға әсер ететін себеп ол түнгі ұйқының уақытылы болуы. Көп жағдайда адамдар ойлайды, түнгі сағат 2-де жаттым, таңғы сағат 9-ға дейін 7 сағат ұйықтадым, енді жалпы 7 сағаттық ұйқы жеткілікті деп. Алайда ол ұйқының ұзақтығы емес, сапасы маңызды. Түнгі сағат 10 менен 2-ның арасындағы ұйқы ең сапалы біздің мидың жұмысын қайтадан ретке келтіретін, таңертеңгі уақытта қалқанша бездің дұрыс уақытылы оянуына әкелетін ұйқы деп айтамыз.